Сәлем, қайырлы күн достар барлықтарыңызға. Сізден осындай үй жағдайда дайындалатын пицца жасап көрсететін боламын. Бізге ең бірінші жылы су 200 грамм, грамдармен астына жазып кетемін. 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық шекер, 2 шай қасық дрожж керек. Дрожж бізде жаңа свежий болу керек. Лопатканың көмегімен полный араластырып 15 минутқа бетін жауып қалдырасыздар. Сол кезде 15 минуттан кейін дрожждарыңыз осындай көп пісіп әдемі болып тұрады. Үстіне аз-аздан ұн салып отырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қылып қамыр илейсіздер. Қамыр илегеннен кейін жарты сағаттан кейін тағы бір қайтарып жіберіп 15 минут қойып, 15 минуттан кейін қамырларыңыз көтеріп 45 минутта дайын болады. Бетін жауып жылы жерге қоясыздар. Осылай біздің үйдегілер артық нәрсесін жемейді. Мен сол үшін колбасамен істеп, кетчуп майонез қосамын. Сіздер басқа да түрлерін жасап істей берсеңіздер болады. Қамырын осылай домалақ қылып, менен осы рецептен 2 пицца шығады. Қолмен табанның астына май жағып, қолдың көмегі арқылы осылай жаясыздар. Және бірінші колбасаны пісіріп алып, қамырдың үстіне сырын салып, дальше осылай болып шығады. Көп тұрып қалмасын печкада, пештеріңіз қызып тұрғаны керек. Ұнаса лайк, комментарий жазып кетіңіздер.